Сәлем достар, бұл ревью біз бастаймыз. Ақан Сатаев Томирис картинасының соңғы сахнасын таспалауда. Түсірілім күндерін артқа тастаған режиссер Альмира Тұрсынның актерлік шеберлігіне дән риза. Алайда жас актриса өз рөлін ойдағыдай алып шығу үшін талай нәрседен бас тартқан көрінеді. Тұмар Ханшаның ақырғы нүктесі ежелгі Месопотамияның Вавилон қаласында қойылмақ. Жарты жыл бұрын тарихи лентаның түсіріліміне кіріскен Ақан Сатаев фильмнің соңғы сахналарын таспалауда. Бүгінгі локация бұрынғыларға қарағанда ерекше дейді режиссер. Сахналарын бір жетте түсіріп жатырмыз. Қазақ фильм киностудиясының павильонында түсірдік бірінші сахналарда. Жаңағы Гасан Масуд дейтін әдейі шақырылған актерімізбен. Енді бүгін мінекей даладағы осы декорациялардың ішінде түсіріп жатырмыз. Қиындыққа толы түсірілім күндерін артқа тастап, иығынан жүк түскенде күй кешкен Сатаев қиялындағы Томиристі картинада көрсете білгеніне сенімді. Режиссер Альмира Тұрсынның дарынына тәнті болғанын жасырмайды. Сұрақтарым болды, сол сұрақтарым режиссерге қойып, кітаптарда оқып, бізде өте көп историктар бар, редакторлар бар. Сонымен сөйтіп келісіп, сұрап, бәріміз жабылып, сол образды шығардық. Бұдан өзге Томирис үшін Альмираға өзге де жанкештілікке баруға тура келген. Мәселен, ол отбасын екінші орынға ысырып қойған екен. Балам аса кішкентай еместі. Мен оған съемкадан келгенде бәрін айтып берем. Оған қызық болады. Сол үшін отбасым мені түсініп, көмектесіп, ренжімей, соларға рахмет үлкен. Ежелгі тарихтан сыр шертетін лента келер жылдың наурыз айында жарық көреді деп жоспарлануда. Бұған дейін туындының саундтрекі ретінде Джак Калебтің Мединасы таңдалды деген қауесет тарағанды. Алайда Сатаев бұны жоққа шығарды. Музыканың орны бөлек, тарихи киноларда әсіресе. Сондықтан да қазір біздер композитормен бірнеше композиторды қарастырып жатырмыз қазір.